Сәлем достар, менің есімім Асылбек. Мен сендерге асық ату ойыны және оның ережесі туралы айтып берейін. Асық ату дәлдік пен ептілікке баулитын ұлттық ойын. Ол өте қызықты әрі кең таралған. Халқымыздың негізгі кәсібі мал шаруашылығы болғандықтан ұлттық ойын түрлері де осы төрт түлікпен байланысты болып келеді. Асық қойдың, ешкінің, арқардың, киіктің асықты жілігінен алынатын шымыр сүйек. Кел ендеше асық ату ұлттық ойыны туралы керемет білген неше достым, асық атып үйрен. Ойна және ата-баба асу мұрасын болашақ үшін сақта. Жаңа ғана біз бесен тақтадан қандай бейнебаянды көрдік? Асық ату ойыны. Жарайсың. Асық ату ойыны дұрыс. Асық қайдан алынады екен? Төрт түлік малдың асық жілігінен алынады. Жұмбақ жасырамын, не? Сен мұқият қана тыңдап отыр. Соның жауабын айтуым керек. Түсінік па? Шік түсті, бүк түсті, алшы тұрды, тәйке тұрды, омпы тұрды, шеше алады, ал кім бұны? Жауабы не екен? Бақберген? Асық. Жауабы асық, дұрыс таптық Бақберген. Біз асықтармен қандай ойын ойнаймыз? Сана ойыны ойнаймыз. Дұрыс. Біз асықтармен тағы қандай ойын ойнаймыз? Асықтарды шетке түсі ойын ойнаймыз. Тағы да біз күнделікті ойын әрекетінде ойындар ойнап жүрміз, е? Соның бірі, мынау қандай ойын? Қазан асық. Дұрыс, жарайсың. Бақберген, мынау қандай ойын? Шертпек. Шертпек ойыны. Асықтарды шерту арқылы шертпек ойын ойнаймыз, е? Дұрыс. Мына жерде ой ойнап жатыр, е? Біз асықтар неге жатыр? Оюдарды қастырамыз. Асықтармен ойындарды құрастырамыз, е? Жарайсың. Жарайсың. Келесі ойын қандай ойын? Үстелді ажырату ойыны. Дұрыс. Үстелді ажырату ойында біз қандай құрал пайдаланамыз? Асық. Бақберген, біз күнделікті ойын әрекетінде ойнап жүрген ойынымыз қалай аталады? Қан-талапай ойыны. Дұрыс, қан-талапай ойыны. Ойын барысында шартында балалар. Мына бірнеше асықтарды тізіп қоямыз бір сызық бойына, е? Оның ішінде бірі ғана ерекше асық болады. Ол асықты біз не деп айтамыз? Хан. Хан асық деп атаймыз, е? Ой, жарайсың. Бақберген, тақпағын айта қойшы. Таспа балақай, асық озды қарақай, шер енді сақанды, шөп түсті алақай. Ой, жарайсың Бақберген.